вот после быстро тазалап үйімді жинап шықтым. Шашылып жатқан түсірмедім, потому что оған үлгермедім де, уақыт болмады, бірақ жинап тазалап алдым. Үй жинап болған соң, как всегда, тамақ пісіріп кірсем, мен мына жерге тауық қайнатып қойдым, это будет борщ. И мына жерлерді жайғастырып жинап бастайын. Үйдің кестерін қарашы. Үйге сыймайды, мыналар үйге сыймайды. Короче, жинап болды ойдың бәрін. Қарашы. Ремонт жатқанда ана сыртынан. В общем, сыртынан не бар ғой. Мына жерінде, короче, сыртынан не қана сыбалмағанда, жаппаған штукатуркамен. Соны енді көріп мына жер деген, короче, жаңбыр жауды ғой алдында қатты. Сол жаңбырдан өткен су. Енді мынаның бәрін қайтадан придется түсіріп, шпаклевать етуге. Оны кім жасайды, оны надо екен жасайды. Біз енді басқа ешкім жасамайды. Қазір мен жігітіме мынаны жасап тұрдым. Ой, потом, ой, вот это снеси, надо снести. Ой, надо грамотно подходить к этому, деп, короче, проблеманы көбейтіп жібереді. И вот, мына фикусым әдемі болып шығып жатқан алдында. Мына жерде 7-8 мынандай растап беріп жатқан. Бүгін қасым жоқ. Бәрін жұтып тастапты. Осыны менің балдар өзі гүлге тимейді. Қонаққа келген балдар бізді жұтып тастайды. И вот этот меня радует. Мен ойлағам бұл шықпайды деп алдында айттым ғой. Бір супермаркетке қарағанда тұқым ба бірдеңе тауып алдым басында кішкентай осындай растап. Мына құттай ғана растап болған. Еще өлімсіреп жатқан. Ойладым өспейтін шығар. Нет. Қараңыз, қандай күшті өсіп жатыр. Еще мына ветсанка нежно бархатная ғой. Там күшті өсіп кетті. Еще бір емес, екі, үш, астына тағы екі отросток беріп жатыр. Вот, потом еще... еще тағанда мен тұқымдарым бар. Оны қойдым, мынада шықпай жатқан шығып бастапты уже. Сол осы растоппен, тұқыммен тауып алған. Балдарым ұстап қойған көрес. Растоппен тауып алған тағы бір-екі тұқым бар еді, анда соны отырғызуым керек. Ол бірақ қандай гүл екенін білмеймін. А этот похоже на глоксини. И вот мыналарымды да менің почтын шығарып тастапты. Ай-ай-ай, үйге келген балдардың бәрі үстіп жапырақтан жұлып қасқалады. Қу. Дамы жоқ, қуратып кетеді бәрін. Қалай тұрмын. Шымана бірдеңе байлау керек бір афорамен. Мынауында мен не беріп бастапты. Ішіне растоп біреу, мына жерде екеу. Екеу мына ортасында үшеу. Үш растоп беріп бастапты. Бұлар обычно жазға қарай емес, көктемде беретін, а осы да жазда беріп жатыр. Так вот борщымыз дайын болып қалды. В основном асыққан кезде мынаны қолданамын. Кәдімгі обычный қолдан қуырып салған не бар ғой, зажарка қолдан кем емес. Кем түспейді, дәмді болады, күшті шығады. Если что-то азыма мәндірмеңдер, өйткені мен күнімен жұмыстан кешкіден балдар болады. Солар өздері тамақ істеді, өздері бірдеңе істеді. Мен күнде кешкісін жуасын. Сосын ертесін күнімен таңертең обычно таңертең не тұрады, таза тұрады, бірақ кешкісін жұмыстан келгенде осындай болады. Короче, балалы үй базар дейді. Солай, мне лайфхак, если что, тез шашап келген кезде тек дайын зат сала қоятын. И вот так вот. Салып жібересің, бір азғантай бір 3-4 минут қайнатып жіберсе, кәдімгі қолдан қуырып салған немен сиконмен тамақтай бірдей болып шығады. Қайнатып алған. И все, сонан борщ дайын. И вот, собственно, көрдіңіз қандай әдемі, анау бар істе қызыл болып шықты. Балдарым тағы ойлап отыр. Үйге сыймайды бұлар. Ең шаруаны жасауым үшін балалар шығып кетеді. Жүрегім, менің жүрегім. Ал достар, бүгін қоштасамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Егер менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып келе кетіңіздер.